керемет. 8 минуттық. 178-ға дейін көтерілді ма мынау? Жетті 2-ге. Жарайды. Болды. 64 минутта қайтарып алдық. Сәлем достар. Бүгін біз Краш деген ойынды ойнап көреміз. Қандай стратегиялар бар, қалай ұтуға болады, осын бәрін бірге көреміз. Бірақ ойынды бастар алдын ең бастысы бұл ойын сауық, бұл жер жұмыс емес, ақша жасайтын емес, бұл жер демалатын жер. Осыны ұмытпаңыздар, жарай ма? Оған қоса қазір экранда промокод шығады. Осы промокодты PokerDom сайтында жазсаңыз, сізге сыйлық болады. Және де осы видеоның астында сілтеме бар, осы сілтемені бассаңыз, дәл сол сәтте PokerDom сайтына өте аласыз. Жарай достар, бастайық. Енді Краш деген ойынды мен ойыншы көпшілер біледі, ол қалай осы ойын шықты, адамдарға ұнады, өтті, олар сразу не істеп кетті. Қараңыз, балық пен ракета, осы балықты аламыз. Стратегия қандай? Біз коэффициент x2, коэффициент 2. Осы коэффициентке қоямыз. Қазір бұл ойын біз сізді өзімен өз көрдіңіз, бастала береді. Қараңыздар. Сіз ставканы мысалы, мен қазір 2000 қоямын да, 2000-нан бастаймын. 2000 қойдыңыз ба, ұттыңыз ба, керемет, келесі ставкаңыз 2000 болады. Бірақ ұтылып қалсаңыз, сіз 2000-ді 2-ге көбейту керексіз. Ол 4000 шығады. 4000 қоясыз, келесі ставканы ұтылып қалсаңыз. 4000 қойдыңыз ба, ұттыңыз ба, қайтадан 2000-ға түсіріңіз ставкаңызды. Сіз өйткені қайтарып алдыңыз да өзіңіздің ақшаңызды. Бірақ 4000-нан ұтылып қалсаңыз, тағы да 2 есе көтеріп 8000 қоясыз. Жарай ма? Қайтадан 8000-ді ұттыңыз ба, 4000-ға емес, қайтадан ең бастапқы 2000 деген ставкаңызға қайтасыз. Жарай достар, бастайық. 2000 бізде ставка. Мына жерде автовывод дегенде 2 деп басамыз. Мынау балық ұшып жатыр. 31-ге дейін бұл біздің ставка емес, енді бастайық. Бізде 135 мың қазір. Вот 2000 қойдық. Коэффициент автовывод 2. 2 жаттау өте оңай жаттап алу бұны. Жарайды, ұтылып қалдық. Қобалжымаңыздар, ашуланбаңыздар. Жай ғана осы 4000-ға дейін көбейттік 2 есе. Біз жаңа қазір ғана 2000 ұтылдық қой. Енді осы 2000-ді қайтару үшін біз 4000 қоямыз ставкаға. Жарайды, балығым 2-ге дейін ұшы өтініш. Керемет. 8 минуттық. Керемет. Қайтадан ставкамызды 2000-ға түсіреміз. Мені көріп тұрсыздар ма? Мынау балық ұшып жатыр, қаншаға дейін жетеді екен қызым. Біреу қазір 10 қойған адам, коэффициент 10 қойғандан қанша болады? 20 минут бола ма сонда? 200 минут ама. Мощно ғой. Бірақ сіз оған бет қарап не істеп кетпеңіздер. Енді өздеріңіздер білесіздер. Мүмкін сіз сезіп тұрған шығарсыздар. Мен қазір осыны автовывод 10-ға қойсам ұтам деп сезіп тұрсаңыз, сен өздеріңіз білесіздер. Бірақ осы стратегия бойынша коэффициент 2 болып қалады. Не болса да, ұтылдыңыздар ма, қазір біз 4000 ұттық. Керемет. Жарайды, балығым. Енді 2000 тағы да ставка қойдық. Көрейік. Қаншаға шығады екен? Балығым 2-ге дейін жетеді ма? Көрейікші, қызық екен. Достар, ұмытпаңыздар, бұл ойын сауық. Көрдіңіз, мен ұтылып қалдым. Мен соңғы ақшам қойсам, мен қазір өте жынданатын едім. Бұл тек бос ақша деп атайды ғой. 2-ге көбейттік, 2000-ді 4000 қойдық қайтадан. 4000 қойып, ұтылып қалдық. Жарайды, балық. Жарайды. Онда 4000-ді 2-ге көбейтіп 8000 қоямыз. Автовывод x2 болып қала береді. Соңғы ақшаңызды қойып, қарызға алып, ойнамаңыздар, жарай ма достар? Енді білесіздер ғой, әр нәрсенің 2 несі бар, 2 беті бар. Жақсы да бар, жаман да жақтары бар да. Сол жаман жағы ол адамдар қарызға батып, өзінен не істейді, сосын ондай болмаңыздар, жарай ма? Тек қана бос ақша, сол киноға барғанда да құртасыз ғой ақшаны, сондай ақша сияқты бұл. Демалу үшін 8000-ді қайттан 2000-ға қайтардық, ұтып алдық. Өйткені біз керемет. Түсініп жатсыздар, сіз басқа жаққа барғанда, театрға барғанда, концертке барғанда, ол біткен соң ақшамды қайтар демейсіздер ғой. Өйткені сіз түсіндіңіз, сіз демалу үшін бардыңыз.
эмоция үшін бардыңыз, иә? Соны эмоцияны алдыңыз, демалып келдіңіз, сіз ақшаны сұрамайсыз. Вот сондай сияқты бұл да. Тек қана, ставканы қазір қойып алайық, бұл тек қана ойын сауық. Жарай ма? Бұл жерден соңғы ақшаңызды қойып, ұтылып жүрмеңіздер. Сол кезде басталады ашуланып жүреді адамдар кейін. Бізге ондай керек емес. 2000-ды ұтылдық, жарайды, 4000-ға дейін қайтадан көтерейік. 4000-ға дейін көтерейік. Балығым, 2-ге дейін ұшып өтініш. Бірақ негізі мынадан сұрасаң ше, көтерілші десең қырсығып кетеді, бір жер тырысып. Шын айтамын, мен өзім қазір көріп тұрмын. Жарайды, 8000-ға дейін көтерейік. Оған лучше бұл балыққа қарамай сіздермен сөйлесіп отырмайын ба, қобалжып, нервімді құртқанша дегендей, иә. Негізі достар, осы стратегияны мен өзім көрдім, таныстарым да бар ойнайтын. Әлбетте, әрине ол бос ақша, олар тек қана өзім сол. Бұл ақшаны мен бүгін құртсандай, бар ма, жоқ па, маңызды емес дегендей, погода не делает дейді, ауа райы жазамайды дегендей. Сонда, мына 12-13-ге дейін ұшып жатыр. 4000 ставка қойдық, 2 есе көтеріп, автовывод X2 қойдық, жетті 2-ге. 2-ге жетті ма болды, дәл уже бізді қызықтырмайды, қаншаға дейін, 40 па, 50-ге дейін жете ма, 15-ге дейін балық жете ма, ол уже біздің проблема емес дегендей, өйткені біз 2-ге дейін жеткізіп алсақ болды. Көрдіңіз ба, қазір жетпеді. Айттым ғой, осын сәл андай өзімше бұл отырсам ше, сразу балық маған не істейді, қырсығып шығады. Жарайды, 2000-ді тағы да онда X2 қойып басып, 4000-ға дейін көтерейік. Жарайды. Қобалжымаймыз, тағы да X2 қылып 4000-ді 8000-ға дейін ставкамызды көтердік. 8000-ға дейін көтеріп қойдық. Ұтылдық. Сразу сөйтіп бастадым, мәсе сондайсың ба балық? Жарайды, 8000-ді 16000-ға дейін көтереміз. Қайтарып аламыз, достар. Уайымдамаңыздар. Айтпақшы тағы да бірде тоқтап қалды, жарайды. 16000 қойдық па, ол қанша? X2 болса 32000 болады. 32000 қойдық, достар. Бұл жерде уже сәлінде, сәл жым-жым болып қалды ма? Сәл-сәлінде болып қалды ма? Не дейді? Қанша шығады кен, шығады ма, шықпайды ма, деп сәл андай болды, шықты. Болды, 64 ұттық, қайтарып алдық. Қайттан 2000-ға дейін түсірейік ставкамызды. Керемет, 2000-ға дейін түсірдік. Ең көрдіңіздер ма, 64-ді на ровном месте істеп алдық. Енді бірақ енді 32-ді алып, 32-ді жасадық қой, негізі. Өйткені сіздер енді санау керексіз ғой. Жарайды, ұтылдық, онда 4000 қоямын мен қазір. 4000 қоямын. Біз қанша ақшадан кірдік? Бізде 135 000 болды ма? 135 000 болса, достар, давайте 150 000-ға дейін жеткізейік та, үштіп кетейік. Өйткені әр ойында өзінің 4000 ұтылдық, 8000 қоямыз. Әр ойынның любой осы, не ойнадыңыз? Карта ойнаватсыз ба, покер ойнаватсыз ба, осындай ойын ойнаватсыз ба? Әр ойынның өзінің уақытысы бар, қашан шығу керек. Мысалы, мен мақсат қойдым да, 150 000-ға дейін жеткізем деп. 150 000-ға жеткіздім бе, болды, азартқа кіріп, одан бетер не істеп кетпеңдер. Өйткені сол кезде басталады осы. Түсініп тұрсыздар, не туралы айтып жатқанын. Түсініп тұрсыз ғой, әрине. Достар, біз 153 000 жасадық. Болды, мен айттым ба, мен тоқтайын деп, мен тоқтайын. Өйткені мен бұл жерге жынданып, деп кіру үшін емес, мен жақсы өзім настроениемді көтеріп, жақсы эмоция алу үшін кірдім, дұрыс па? Мен алдым эмоцияны, сіздерге айтып бердім, осындай стратегия бар. Біз 135 000-мен кірді, 153 000 ұттық, ол қанша шығады, 18 000 ұттық на ровном месте, достар. 10-15 минуттың ішінде 15 000 ұттық. Жарайды, керемет, маникюр жасап аламыз бе? Болды, достар, рахмет, осы стратегияны қолданыңыздар, осы стратегиямен өтіңіздер. Түсіндіңіздер, да? Ставканы ұтсақ қалады, ұтсақ 2 есе көтереміз. 2 есе көтеріп болған соң ұтсақ қайтып бастапқы ставкаға қайтамыз. 2 есе көтеріп ұтып қалсақ, тағы да 2 есе көтереміз. Түсіндіңіздер. Енді, бірақ 2 есе деп даже 32 000-ға дейін жеттік қой.
отқанда қайтадан ең бастапқы 2000-ға білмеймін сіз қанша қоясыздар, бірақ ең бастапқы ставкаға қайту керек. Және де автовывод x2 деп қоямыз. Жарайды достар, промокодты PokerDom сайтында жазыңыз, сыйлығыңызды алып кетіңіздер. Жарайды достар, PokerDom промокодын Жарайды достар, біздің промокодты алып PokerDom сайтында жазып сыйлығыңызды алып кетіңіздер, және де осы сілтемені басып дәл осы сайтқа сол сәтте өте аласыздар. Және де ұмытпаңыздар, мұның бәрі тек қана ойын-сауық. Бұл жерден байым, жұмыс сияқты, бұл жерден бүкіл соңғы ақшаларыңызды құртып жүрмеңіздер, жарай ма? Рахмет, менімен болып осы краш ойын ойнап көргеніңіздер үшін. Рахмет, стратегияны қолданыңыздар, сау болыңыздар, сіздерге сәттілік тілеймін.